Сәлеметсіздер ме? Жазғы мектептің оқу сауаттылығы сабағына қош келдіңіздер. Құрметті оқушылар, әдеттегідей бірінші оқу сауаттылығының маңыздылығына, құрылымына тоқталып алайық. Әлемдік PISA жобасы бойынша білім алушылардың, яғни сіздердің оқу жетістіктеріңізді бағалайтын әртүрлі опциялар бар. Солардың бірі өздеріңіз көріп отырғандай оқу сауаттылығы. Өздеріңізге күнделікті айтып, түсіндіріп жүргендей, оқу сауаттылығы қарапайым оқу біліктілігін ғана емес, мәліметтерді де айқындай білу, яғни өздеріңіз оқыған мәтіндерді түсіну, тұжырым жасау, сонымен қатар мәтін мазмұнын өз мақсатына жету үшін қолдану, қоғам өміріне белсенді қатысу үшін білімі мен мүмкіншіліктерін дамыту. Сондықтан оқу сауаттылығы басты 3 аспектіні қамтиды. Олар түсіну қабілеті, пайдалану қабілеті, ойлау қабілеті. Оқырмандық біліктілікке келетін болсақ, мәтінді толық түсінуге бағытталған 3 оқырмандық біліктілік бар. Біріншісі табу және алу. Бұл мәтіннен қажетті ақпаратты анықтау, мәтіннен басты элементтерін айыру, мәтіннің негізгі бөліктерінің мәнін тұжырымдау, мәтінді түсінгенін көрсету. Біріктіру және түсіндіру біліктілігі. Бұл жерде автор ой түйінінен қорытынды шығару, ақпаратты жинақтау, мәтінді өмірлік тәжірибесімен байланыстыру, оның сыни талдауын жасау. Үшінші біліктілік түсіну және бағалау. Бұл жерде басқа ақпарат көздерінен алған білімі мен мәтіннен алған ақпаратты байланыстыру, ақпаратты бағалау және оның негізінде болжам мен қорытынды жасап тұжырымдау. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызда біз стиль түрлерін қайталаймыз. Оқу сауаттылығы барысында мәтіндердің стилін анықтай білу өте маңызды. Біріншіден, стиль дегеніміз не? Стиль дегеніміз сөйлеушінің, жазушының белгілі бір тақырыпқа қатысты сөз саптауы. Стильдің 5 түрі бар. Ауызекі сөйлеу стилі, ғылыми стиль, ресми іс-қағаздар стилі, публицистикалық стиль, көркем әдебиет стилі. Стильдердің қолданылу аясы. Ғылыми стиль. Ғылыми еңбектерде, ғылыми баяндамаларда, лекцияларда, ғылыми оқулықтарда қолданылады. Ресми іс-қағаздар стилі іс-қағаздарда, нұсқаухаттар мен кеңсе құжаттарында қолданылады. Публицистикалық стиль. Газет-журналдарда, жиналыстар мен митингілердегі сөздерде қолданылады. Көркем әдебиет стилі көркем әдеби шығармаларда қолданылады. Ауызекі сөйлеу стилі адамдармен еркін әңгіме кезінде қолданылады. Стильдердің ерекшелігіне тоқталатын болсақ, ғылыми стиль дәлелді, зерттелген, сөздер тура мағынада алынады. Ресми іс-қағаздар стилінде ресми, анық, дәл, нақты ақпараттар беріледі. Публицистикалық стиль шақыру, үндеу түрінде болады, нақтылық тән. Көркем әдебиет стилі образды, эмоционалды, экспрессивті болады. Ауызекі сөйлеу стилінде сөздер және сөз тіркестері еркін қолданылады, күнделікті сөйлесу стилі. Стильдердің тілдік құралдарына тоқталатын болсақ, ғылыми стильде ғылыми терминдер жиі қолданылады, көбінесе хабарлы сөйлем болып келеді. Ресми іс-қағаздар стилінде кітаби, ресми сөздер және тіркестер, хабарлы сөйлемдер, дайын тіркестер мен құжат тілдері жиі қолданылады. Публицистикалық стилде қандай тақырыпқа жазылса да логикалық жағынан дәлелді, көңілге қонымды болып, бұқараға ықпал ету сипаты басым келеді. Қоғамдық өмірдегі жаңалықтар,
өзгерістер туралы жұртшылықты құлағдар етіп, қоғамдық пікір қалыптастырады. Көркем әдебиет стилінде ауыспалы мағынадағы сөздер, көркемдік тәсілдер, көркемдегіш құралдар қолданылады. Ауызекі сөйлеу стилінде қарапайым сөздер мен сұраулы, лепті сөйлемдер жиі қолданылады. Көбінесе диалог түрінде келеді. Құрметті оқушылар, осы стиль түрлеріне байланысты тапсырмаларды орындайсыздар. Бірінші тапсырма: беріліп отырған мәтіннің стилін анықтайсыздар және сипаттап жазасыздар. Яғни сіздер бұл мәтінді қай стильге жатқыздыңыздар, неліктен? Екінші тапсырмада мысалдардағы айтылып тұрған ойды анықтап, мағыналас қолданылып тұрған сөздерді табасыздар. Үшінші тапсырмада сіздерге бірнеше сәйкестендіру кестесі ұсынылады. Сіздер беріліп отырған мысалмен оң жақтағы бағанадағы стиль түрлерін сәйкестендірулеріңіз қажет. Сонымен қатар, оң жақтағы бағанада стилін анықтау барысында, егер мысал ғылыми стильге жататын болса, ол қай ғылымға тиесілі, соны да сәйкестендірулеріңіз қажет. Мынау келесі кесте. Мынау соңғы кесте. Яғни сіздер бейнебаянды үзіліске қоя отырып, тапсырмаларды орындауларыңыз қажет. Құрметті оқушылар, өздеріңіз білесіздер, кез келген мемлекеттің дамуы сол елдің білім жүйесі мен азаматтарының білім дәрежесіне байланысты. Бұл жерде оқу сауаттылығы да Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті елдерінің қатарына енуінің басты құралы. Сабақтың соңында кері байланыс берулеріңіз сұралады. WhatsApp желісі арқылы. Беріліп отырған сөйлемдерді толықтырып, жазып жіберулеріңіз керек. Құрметті оқушылар, назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.